Өткен түні мешочник деп аталып кеткен қылмыскер 3 адамның жанын алды. Оның суық қару қоқыс мешогы. Қылмыскерді көрген білгендер болса, тез арада полицияға хабарласуларыңызды өтінеміз. Полиция басшысы бұны ауыр қылмыс дейді. Жан, Иә? мынау сенен аумайды ғой? Мә, мынаның мұрты бар ғой. Оқиға орнынан қылмыскердің жасанды мұрты табылды. Енді сіздер қылмыскердің жаңарған ескізін көріп отырсыздар. Оның бойы 193 сантиметр. Точно бұл емес сонда. Сенің бойың қанша өзі? 163. Кешірім өтінем, оның бойы 163 сантиметр. Мұндай бойлы еркек болады деп ойламаппын. Ол 163 деді ме? Бізде қаншердің қылмыс орнынан мына музыкамен қашып бара жатқан видеосы бар. Құдайма, мына өлеңге жыным келеді. Мен де жек көрем. Мына өлеңді жек көретінді бәрі біледі ғой. Сен бақ қойып қойған гудокқа кім қойған мынаны? Братишкім қойыпты ғой айтпақшы. Ресми ақпараттарға сүйенсек, кешегі өлтіру уақыты кешкі сағат 6-да болған. Бұл кеше болды. Кеше не істедік күні бойы біз? Біз Мегада болдық. Мегада болдық күні бойы. Бұл оқиға кеше Мегадағы автотұрақта болған. Ол марқұмдар үшін ең бақытсыз жер болды. Тыңдаңдаршы мені. Жоқ, тыңдаңдар. Тоқтаңдар дейм достар. Біз доспыз ғой, солай ма? Окей, жай тыңдаңдаршы. Қара, жер бетінде 7 миллиард адам бар, дұрыс па? Бұл кез келген біреу болуы мүмкін ғой. Кездейсоқ қой. Білмеймін енді. Бұл кез келген біреу болуы мүмкін ғой. Куәгердің айтуынша, оның соңғы сөзі жерде 7 миллиард адам бар. Бұл кез келген біреу болуы мүмкін. Кездейсоқ жағдай ғой. Окей. Тоқта. Тыңдаңдаршы бірақ. Біздегі бар ақпарат осы. Жан, тыңдаш, жігіттер тоқтаңдаршы. Анау мен емеспін дейм, неге сенбейсіңдер? Мақұл, сен бізді көрмедік. Ант етем, бұл мен емес. Сен емессің, бро. Егер сіздерде осы адам жайлы ақпарат болса, сіздерге 3 миллион теңге сыйақы беріледі. 3 миллион? Сендер ештеңе алмайсыңдар, өткен ол мен емес. 3 миллион ба? Нормально. Ақша керек болсана қылмыскерді іздеңдер, мен емес. Отыршы қане. Сен бір бәле істейін деп тұрсың ғой қазір. Аласа бойлы, сақалы бар. Сен мен емес дейім, неғып сенбейсіңдер ақша құмарлар. Братан, тоқта. Вообще ұқсамайым ғой мен мына біреуге. Тыңдаңдар. Есіп тұрқ. Қазір отырып бәріміз кино көреміз. Жан, қане, қос киноны. Жан, қос. Менің жаным емес, сенікі. Тек сен. Отырыңдар. Тезірек отырыңдар. Ашуыңды бас, досты. Ол сен емес қой. Иә. Мен туфли алам новый. Кім оянды мынау? Ал сен өлтірген адамдар оянбайды. Тапанша менде. Жіберіңдер мені, жіберіңдер. Байқашы. Жібергім-ақ келеді, Жан. Бірақ атып құлатайын ма? Қылмыскермен қалай жүрген мен? Папам не дейді енді? Бірақ байып кетеміз енді. 3 миллион деген бір көп ақша ғой. Жедел ақпарат, қылмыскер қолға түсіп, қамауға алынды. Отбасыларыңыз қауіпсіздікте. Қаншер полициямен қарсыласпай, бар ақпаратты беретінін айтты. 1 апрель ғой бүгін. Бұл пранк қой, братан. Босатыңдар мені. Давай, босат оны. Жігіттер, көмектесіп жіберіңдерші. Кәз. Көтеріңдер оны қане. Кешірші, братан, әзіл ғой ма? Әкел. Тұра тұр, шашыңды реттейік. Тыңдаңдар. Білесіңдер ме? Досым. Мен достың не екенін көрсетемін. Ақша маңызды емес. Ең бастысы достығымыз жарасын. Достығымыз жарасын. Сендерді кешірдім.
Кел, құшақтасайықшы бәріміз. Тағы бір ақпарат. Полиция басқа адамды ұстап алған екен. Қылмыскер әлі бостандықта. Ал жаным, маған сенесің бе? Ей, жігіттер, қайтыңдар. Біз қаза болғандардың отбасыларына қайғырып көңіл айтамыз. Өздеріңізді сақта. Қанғы басқа тіркелуді ұмытпаңдар. Ұмытпа, достар, енді біз сендерді өте керемет әзілдермен қуантатын боламыз. Дайынсың ба? Онда лүпіл бас және пікір қалдар.